Ел аймақтарында еңбекақы төлеудің жаңа жүйесі қолданылып жатыр. Әділет министрлігі Маңғыстау облысының әкімдігі мен мемлекеттік қызмет істер және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі қызметшілер жұмысын балмен бағалау жобасын енгізген болады. Өткен жыл іске қосылған жаңа жүйеде жалақы мен сыйақының көлемі өзгертіледі. Соңғысының артуы қызметкердің атқарған жұмыс ауқымы мен күрделілігіне тікелей байланысты. Осы ретте қызылордалық мемлекеттік қызметшілер арасында да миллионерлер шығып жатыр. Мәселен, мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің облыс бойынша департаментінің 9 маманы былтырғы жемісті жұмысы үшін миллион теңгеден астам сыйақы алды. Өз басым өзім алған бонусты 2017 жылы автокөлік несиеге алған болатын тұғым. Соның несиемді жабуға пайдаланамын. Бұдан әрі мен қарсыз өмір сүруіме көмектесуге толық негіз бар. Әрине бұндай бонустардың төленуі әрбір мемлекет қызметкерінің бұдан ары жұмысын өзін жетілдіріп, өзінің білімін арттыруға бар күш-жігерін жұмсап, толыққанды жұмыс жасауына итермелейді және жігерлендіреді деп айтуға болады.